24 сағат попугаймен сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін попугайлармен боламыз. 24 сағат попугайларға қамқорлық жасаймыз. Ал енді попугайларымыздың таныстырайық достарға. Қане достар, қараңыздар. Ал көктің аты Коша, ал жасылдың аты Маша. Мынау папасы. Мұхалықтан Мамасы, айта ғой. Мұхалық қайсы мамасы? Ана папасы, ана мамасы. Дұрыс. Баласы жоқ. Өйткені бұл кішкентай. Ал енді бұлар не жейді, Ася? Бұлар мынандай тамақтар жейді. Бұл жем. Бұл жем біз осылай арнайы ыдысқа салып қойғанбыз. Бұл арнайы попугайлардың тамағы берілетін жерде сатылады. Және бұлар, мына жерде не бар? Су, қызым? Су. Мына жерге су қояды, мына жерге тамақтарды жейді. Біз қазір бұларға тамақтарын салып беретін боламыз. Кәне қызым, сала ғой. Әсия қазір достар, қараңдар. Әсия салып көрсетеді. Абайла болам. Ит самайды ғой. Ана бетін аша ғой. Қызым. Алсайшы. Ой, камера өзіме қарайды ма? Солға қарайды. Сен өзің сала ғой, қызым. Сегодняға бұларға кәсіпкестесін шақ береміз. Бұлар өйткені пістелерін вообще жемейді. Бұлар әлі тұмсықтары жоқ, шағалмайды себебі. Бұлардың пістенің қабығын жейді бұлар. Қабығында кальций бар. Болды, алдық балам. Жетпейді әлі. От жетеді қызым. Қолымызды қағылайық. Бетінше бармыз. Қаш мұқа ол саған сен қойламайсың. Енді біздің құстар қазір соны жейді. Қанары ашқан бұлардың. Қандары ашқан, ашпаған сияқты қызым. Жүрген сақты ол, өзіне өзі. Бұлар әлі сөйлемейді, сөйлетуді үйретіп жатыр. Бұл сөйлеу үшін 10 минут Амина, Амина, Амина деп қайталау керек. Әсия, Әсия деп қайталау керек. Қане, үйретейікші сөйлеуді, қызым. Бірінші кімден бастайды? Болды, балам бірінші Әсия айтсын, болды, бірінші Мұха айтады. Мұха айтады. Мұха ренжіп қалды. Әсия өзің айта бер, қызым. Бірінші мен Амина деп айтамын. Амина, Амина, Амина. Енді Әсия деп айтамыз. Әсия, 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 Әсия. Енді бұлардың үйренуі өте қиын. 40 күнде үйренеді. Және достар, бұлар әлі кішкентай, тұмсықтары өсу керек. Біз күннеге суарын ауысып тұрамыз, ит тамақтарын ауысып тұрамыз. Таза су ішу керек бұлар. Өте таза бұл құстар. Сол үшін күнде қадағалап, мына жерде жуып тұрамыз. Әдемілеп қараймыз. Және де бұлар қыстың күні қандай жерде тұру керек, Әсия? Қыстың күні ұмыт қалдым мен. Жылы жерде тұру керек. Жылы жерде. Ал күн ыстық күзде терезен алдында тұру керек. Салқын жерде тұру керек. Потому что бұлар далаларға қарайды, терезеге қарайды, сондай жақсы көреді попугайлар екен. Дұрыс. Бұлар бір-бірін жақсы көреді, бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Біреуі өліп қалса, екіншісі өліп қалады. Бұлар бірге серік болып өседі. Солай өмір сүреді, серік болып. Және бұлар өте әлсіз құстар. Жаңағыдай суыққа тез тоңып қалады, тез ауырып қалады. Қызым, біз бұны қашан алдық, қызым? Біз бұны өткенде жылдан алғанбыз. Аминаның туған күніне алып берді, апа біздің Аминаның туған күніне алып берді. Ақпан айында алдық. Қазір уже
5 ай болды біздің үйде өмір сүріп жатқанына. Әсия мен Амина күнде қарайды осылай. Соны сіздермен бөлісіп жатырық, достар. Достар, ұнады ма? Попугайлар ұнаса, және қандай сіздердің попугайларыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздер қандай қолдау көрсетесіздер, қандай қамқорлық жасайсыздар попугайларыңызға, сонымен де бөлісіңіздер. Жазып кетіңіздер. Біз де қазір бөлісеміз. Қандай тағам, басқа қосымша тағамдар жейтін, қандай ойыншықтарды жақсы көретін қазір Әсия айтады. Достар, Маша мен Кошаның жақсы көрген ойыншықтары, Пингиби, Зелепоисттың қояны, Корамина, Чепалук. Осының ойыншықтары бар. Күнде ойнатады Әсиялар. Қызым ойната ғой. Олар қарамайды бізге. Қаш көдеге. Олар қаша береді осындай көші. Сен дауысын салсай, қызым, осының? Қоянның дауысын салсай? Қоянның дауысын саламайды кем. Саламайсың ба, не? Ой, әсен секіп жүреді ғой. Дауысын шығармайды қояндар. Дауысын шығармай ма? Көрімей ше, қызым? Көрімей шығарады. Ана бит өзінше сақты шығарады, мен сөйтіп шығарам. Қан? Сен кетші бар, сен мен түс болмайын, сен бөлек дейім, сондай көремейін. Қан, айтайын сон құстарға, қызым? Мен сен мен түс болмайын, мен сен мен ойнағым демейді, мен сен бөлік деймін, тұқымы шақта ойнамайсың. Сен өзінше болып айтады. Көрімей өзінше болды ал Маша мен Қошаға. Чепалық болса, ештеңке айтпай, бірақ біреуге күміс етеді. Ал болса, үндемей жүреді, мұнау шекіріп жүреді. Осындай заттар да бар. Достар, ұнап жатыр ма видеомыз? Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, біз бұны шығарғанбыз, 2 попугайды. Мына жерде шығаратын жері бар. Аны көтереміз. Мына жерде көтерсе, бұлар шығады. Қазірге шықпай тұрады. Қазірге шығып армай жүрміз, өйткені бұлар терезені көрмейді. Мынандай терезені мүлдем көздері көрмейді, байқамайды. Сол үшін соқтығыса бергендіктен біз шығармай қойдық. Негізі шығару керек. Алда әлі шығарамыз, достар, сіздермен бөлісеміз. Роликпен, видеороликпен. Ал осындай біздің қыздар осылай қамқорлық жасайды. Ал енді қазір бұларға не береміз? Алма мен мандарин береміз. Сондай береміз. Қазір Әсия турап береді. Видео қызықты болады, солмайын көріп отырыңыздар, достар. Достар. Алға шын көреріңізді, бірақ лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Аямай басып кетіңіздер. Біз попугайларға алма и мандарин берейін жатырмыз. Бірінші мен алманы кесіп бастаймын. Достар, біз алмаларымызды кесіп біттік. Енді құстардың жеріне тығатын боламыз. Алманы солай салып қоямыз арасына. Жемей саламыз. Сия-ма, қызым? Симайды екен. Кішкентайын салсай, кішкентайын. Кішкентайын тұрған. Бұл да симайтын шығар. Тағы да кішкентай қыл, қызым. Тағы да кішкентай қыл ортасынан. Достар, мына кішкентай қылып кесіп алдық. Енді тығамыз. Бөлек түсіп бітті. Еш нәрсе қылмайды. Тоқта, бұлай салайық та, бұлай. Солайна. Мына. Арасына салып қояйық. Осылай тұрсын. Бұлардың тұмсықтары қышиды. Сол үшін осын жаңағы түскіде береді. Пайдалы. Қан, ал кесе қызым маған. Түскіде береді. Мына. Қай салуға? Мына. Бұл жеп атыр. Біз наған беріп атсақ, жеп. Қарны ашып атыр. Ал, мандаринді аш, қызым. Енді мандаринді ма? Бұл мандарин ашуы опанай. Мен аша аламын тоже. Аша ғой. Мені ашып атырық. Маша. Коша. Бізде Маша өте бұзық. Үнемі бұзық болады. Басқа болса, тимейді, балам. Кәне, Әсия? Ашып болдым. Енді біреуін ал ішінен. Ішінен біреуін. Қыстырайық. Балам етім.
Сен жемейсің, ол қыстыру керек. Алып келден. Арасына. Иә, қыстырылады қызым. Ойла. Қыстырылмайды екен. Тоқта, алып кел, мен қыстырып берем. Қатты қыстырып беріңізші. Мына жиіліп отыр ғой. Қыстырдық. Осыларды жейді бұлар. Ұшады бұлар. Ұшып, мұнда жабысады. Жабысады. Өздерінің И аяқтары аяқтар міне. бүйтіп тайғанайды. Аяқтары осындай папугайлардың. Еще аяқтар бүйтіп тайғанап түсіп кетеді. Иә. Мында жеңге кетті қара. Енді 24 сағат осылармен боламыз. Иә. Қараңғы батқан кезде. Бұлар еще Ұйықтайды еще бұлар. Ұйықтайды, түнен азанға дейін Біресе дейді ұйықтайды. дыстар еще олар азанымен ерте тұрып алады. Будильник болып бізге. Иә, бізге будильник болады бұлар. Иә, азанымен Қатты шулап кетсе, бетін жауып қоямыз. Иә, сол кезде ұшпайды. Сол кезде үндемей қалады. Үндемей қалады, ұшпайды еще. Ұшпай бір орында тұрып қалады. Сондай ғой. Иә, достар, сондай біздің құстар. Сіздер бөлісіп отырыңыздар. Иә. Комментарияға жазып кетіңіздер, бізге ұнап жатыр ма? Иә. Сіздерге ше. Осындай видео бар. Ал достар, бізде уже түн болды, сағат 10-нан асып жатыр кешкі. Енді бізде сұрақ Асияға. Асия, сенің ойыңша папугайлар түнде қайтып ұйықтайды? Иә. Адамдар сияқты бүйтіп жастыққа жатып ұйықтай ма? Жоқ. Қайтып ұйықтайды? Бұлар отырып ұйықтайтын шығар. Үстіп па, тұрып ұйықтай ма? Иә. Бір қызықты ақпарат айтайын ба? Иә. Бұлар бір аяқпен тұрып ұйықтайды екен. Или немесе бұлай қанаттарының астына басын тығып ұйықтайды екен ғой. Иә, сондай бар ғой. Сөйтіп ұйықтайды екен. Ал енді бұлар неге ұйықтамай жүр? Бұлар қаңғырып жүреді, сосын барып бізге ұйықтаған кезде ұйықтайды. Біз ұйықтаған кезде ғана ұйықтай ма? Иә, бұлар қаңғырып жүреді бізде. Асия, мен білдім ғой бұлар неге ұйықтамай жүргенін. Қалай? Мүмкін бұларға қайырлы түн деп айту керек шығар. Мен айтайын. Айтшы, давай. Қайырлы түн. Сосын Папугайлар, қайырлы түн. түн. Мүмкін сөйтіп айтсаң ұйықтайтын шығар. Айтып көрші. Қайырлы түн, папугайлар. Қайырлы түн. Ал достар, сіздерге де қайырлы түн. Біз де Иә. жатып ұйықтаймыз. Иә. Ал сіздер болса, Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал всем пока. пока, папугайлар, пока, қайырлы түн.